Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн болсын баршаңызға. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін біз көкөністерден тамақ әзірлейтін боламыз. Пешімізде, духовкада. Баклажанымызды осылай жұқалап кесіп аламыз. Әрине сіздердің мынандай овощной турайтындарыңыз бар болса, сонымен турасаңыздар болады. Осылайша жұқалап кесіп алып, дайындап, өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа осылай салып қойып, тұздап қоямыз. Баклажанның аштысы шығу үшін тұздаймыз, бәрін жақсылап тұздаймыз. Перецімізді турап алып, осындай перецтерімді турап, болгарский бұрышты турап, әдемелеп, төрт бұрыштап турап, помидорымды, қызанағымды турап аламыз, төрт бұрыштап. Осылайша әзірлеп қоямыз. Енді осындай турап алған, міне тұздалған баклажанымыз пергамент бумаганы төсеп, сырды салып, енді баклажанымызды қоямыз. Баклажанымызды мен осылайша қойдым, бірақ бір бағытта қойған ыңғайлы болады. Қалай қойып бастадыңыз, солай қойсаңыздар, солай дұрысырақ болады. Май жағамыз. Енді қызып тұрған духовкамызға қоямыз. Газымызды табаны қойып, пиязымызды салып, төрт бұрыштап туралға пиязымды салып, енді 600-700 граммдай фаршымды салып, осылай қуырамыз, көштетеміз. Менің фаршым құрғақ болып жатыр, сондықтан үстінен су құямын. Жарты стакандай су құямыз. Фаршты әбден осылай майдалап, жақсылап, қақпағын жауып, тұштетіп, енді қалаған дәмдеуіштеріңізбен бұрыштарыңызды салсақ болады. Баклажанымыз да дайын болды. Пештен шығарып, міне осындай әдемі жұмсарып дайын болды. Қуырған фаршымызды осылай үстіне саламыз. Жақсылап осылай жайып, енді жаңа дайындап қойған қызанағымыз бен болгар бұрышымызды саламыз. Мен қызанағы мен болгар бұрышым көп болып кетті, сондықтан жартысын ғана салдым. Баклажанды осылайша алып, ораймыз. Осылай ораймыз. Астындағы сырымен баклажан шашылып кетпеу керек, осылай оралады. Міне көрдіңіздер ме, бір бағытта қоймағандықтан меніке неғып жатыр, ажырап жатыр бір-бірінен. Егер бір бағытта қоятын болсаңыздар, жақсы рулет болып оралады. Сырды саламыз. Үстінен сыр салып, тағы да духовкаға қойып аламыз. Сырымыз ерігенше қойып аламыз. Қалған бір пияз тура жіберіп, қалған перец мен помидорымды үстіп қуырып алайын дедім. Мен арғы жаққа жаңағы гарнирге макарон қойып қойғанмын. Перецімізді қуырып аламыз, болгар бұрышымызды. Міне баклажанымызды дайын болды, духовкадан алып, енді гарниріміздің үстіне саламын. Мен бұған гарнир жасаған себебім, овощной қып жесе де болатын еді, бірақ жаңағыдай тойымдырақ болсын деп үстіп гарнир жасадым. Енді үстіп баклажанымызды саламыз. Баклажанмен әрине біздің бұл баклажанды рулетімізді саламыз. Мен жасаған подливімізді құйып шығамыз осылайша. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.